Сірке қышқылының индикаторларға әсері. Сірке қышқылының ерітіндісінен 3 стаканға құйып аламыз. Біріншісіне бірнеше тамшы күлгін лакмус ерітіндісін тамызамыз. Екіншісіне фенолфталиннің ерітіндісін тамызамыз. Үшінші стаканға метил оранждың ерітіндісін тамызамыз. Жаңа көк лакмустың ерітіндісі қызылға өзгерген. Оның қызғылт сары түсі қышқыл ортада қызғылтқа айналады. Индикаторлардың бастапқы түстері мен қышқылды ортадағы түстерін салыстырамыз. Қышқылды ортада фенолфталиннің түсі өзгермейді, ал лакмус пен метил оранждың түстері қызарады. Қышқылдың индикаторларға әсерін сипаттап кестені толтырамыз.